Қайырлы күн достар, бүгін аштықсыз дәмді шелпектер пісіреміз. Ыдысқа 100 грамм су, 200 грамм сүт, қант, тұз және бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Шым-шым сода және ұнның жарты бөлігін саламыз. Шамамен 500 грамм ұн кетеді. Шанышқының көмегімен араластырамыз. Қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Ең соңында бір ас қасық сұйық май қосып, араластырып жіберуге болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Ол өз қалауыңыз бойынша. Қамыр өте жұмсақ болады, қақпағын жауып, 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Шамамен 20 минут уақыт өтті, енді үстелдің үстіне ұн сеуіп, ұзынша форма келтіреміз, 1/7 бөлікке бөлеміз. Шамамен әр бөлігі 120 граммдай болады. Енді қамырға домалақ форма келтіреміз. Үстіне ұн сеуіп, жұп-жұқа етіп жаюымыз қажет. Барлық қамырды алдын ала жайып алған жөн. Алдын ала табамызға май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға екі жағы сәл қызарғанша қуырып аламыз. Қуыру процесі өте тез болады. Шелпектердің майын сіңіріп алу үшін арасына мен салфетка төсеймін. Сол кезде май аз болады. Мінекей осылай сәл қызарған кезде келесі бетіне аударамыз. Шелпектері өте дәмді болады, жұп-жұмсақ, ұзақ уақыт өзінің жұмсақтығын сақтайды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерді өте көп әрі дәмді рецепттермен қуантатын боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.